Сәлем достар, сіздермен бірге Алтын ТВ YouTube арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге сығандардың ұрлау әдістерін көрсетемін. Барлық сығандар ұры алайық емес, араларында жақсылары да бар. Бірақ та осы ұлт өкілдері көбінесе ұрлық жасап ұсталып қалып жатады. Бұл видео сіздердің сақ болуларыңыз үшін жасалды. Дайын болсаңыздар ендеше кеттік. Сығандар көбінесе сатушыларды алдайды. Олардың алдау тәсілі оңай. Мына видеода сыған сатушыға ірі көлемдегі ақшаны ұсынады. Сатушы қолын соза бергенде ақшаны кері алып, әмияннан ұсақ ақша іздей бастайды. Әрі қарай ірі ақшаны білдіртпей, әмиянына салып, сатушының ақша қайтарғанын күтіп тұра береді. Дәл осындай алдау тәсіліне сатушылар жиі алданып жатады. Алданған сатушылар тегін тауарын беріп, оған қоса ақша беріп те жібереді. Ал мына видеода сыған дәріханаға келеді. Ол сатушының басын айналдырып, тегін дәрі және ақша алып кетеді. Мына жерде сатушы ер адам, ол да сығанның алдауына түсіп қалды. Сығандар тек азық-түлік дүкендерінде ғана емес, кез келген сауда орталықтарында ұрлық жасай алады. Олар әдейі ұзын етекті киімдер киеді. Не үшін киетінін қазір көресіз. Мына сыған әйелдің телевизорды қалай ұрлағанын көріңіз. Бұл жердегі сыған әйел сыраларды қорабымен алып кетті. Электроника дүкенінде сыған әйел телевизор ұрлайды. Ол әдеттегідей ұзын етегіне тығып, ештеңе болмағандай ізін суытты. Сығандардың ұрлықтарын айта берсең, өте көп. Олардан артық шебер ұрлықшы жоқ шығар. Мына зергерлік дүкенінде 3 сыған әйел қалай ұрлық жасағанын көруге болады. Екеуі сатушының көңілін аударып тұрғанда, үшіншісі арам пиғылын іске асырады.
сыған әйел балаларға арналған тамақ ұрлады. Киім-кешек дүкенінде сығандар ұрлық жасайды. Сығандар киім қарап жүргенде сатушы шығып кетіп, қатты қателік жасады. Сығандар бұл сәтті пайдаланып, кассадағы ақшаларды ұрлайды. Бірінші сыған кассадан ақшаларды алып жатқанда, екіншісі киім таңдап жатқандай болып, серіктесін жасырады. Дүкендегі камераға екі сығанның ұрлығы түсіп қалады. Ал мына видеода сығандар отбасымен бірге телевизор ұрлайды. Ол телевизорды терезе арқылы шығарып, кейіннен айналып келіп, коляскаға салып, алып кетеді. Бүгінге осы. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және де бұл видеоны жақындарымызға таратайық. Олар да біліп жүрсін, сақ болып жүрсін.